Ақ халаттыларға. Автор Саят Әбенов, оқыған Анар Марсыны. Еңбектері қашанда мәлім елге, жыр арналмау мүмкін бе дәрігерге, солар ғана дертіңе шипа тауып, біздер үшін сүйетін әбігерге. Қолдарында талайдың өмірлері, ерліктері алайда көрінбейді, ақ матадай бәрінің жүректері, ақ халаттай бәрінің көңілдері. Таңғаламын, оларға тамсанамын, сездірмейтін ешкімде шаршағанын, жаратқаным жар болып барлығына еселесін жинаған әр сауабын. Солар мықты, мол сауап алып жүрген, ерте тұрып жұмысқа барып жүрген, жедел жәрдем көрсетіп ауырғанға әр қазақтың есігін қағып жүрген. Солар мықты, көрместі көріп жүрген, уақыттарын алтындай бөліп жүрген, ерлесе де, ел үшін терлесе де, азын аула қайлыққа көніп жүрген. Солар мықты, өз ісін сүйіп жүрген, суға түсіп, отқа да күйіп жүрген, әр күн сайын тазартып үстіндегі ақ халатты тастамай киіп жүрген. Айта берсем таусылмас жұмыстары, тілерім тек тассын ырыстары. Солар ғана ажалдан арашалап, болсын дейтін аман сау тыныш бәрі. Өтер әлі өткелдің бәрінен де, еңбегіңнің ұсынып нәрін елге. Түсінетін жан үшін әркез қымбат, дәрігердің көмегі дәрденде. Ашайыншы шындықтың осы бетін. Уақыт жетті жыр қылып төселетін, басшыларға бір укол салу керек, дәрігердің айлығын өсіретін. Көзбен көрген ақиқат бұның бәрі, биік болсын мәңгілік тұғырлары. Ақ халатты ағайын аман болсын, ақ халатта өтетін ғұмырлары.